мен Аяның достары, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін TikTok'та, YouTube'да хит болып жүрген жылтырақ мантыны өзіміз пісіреміз, достар. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздер сатып алып жүрсеңіздер, біз бүгін өзіміз жасаймыз сол жылтырақ мантыны. Қалай жасайды екен десеңіздер, кеттік, бізбен бірге көріңіздер. Достар, қысқасы біз төртеуміз мынандай манты жасап отырғанның барлығына ет салып қойдық осылай. Біз етке картошка араластырамыз, өйткені бізде картошка араласқан фаршты қыздардың барлығы почти жақсы көреді. Картошканы ет ұнайды. Құр ет салсам жемей қояды, сондықтан картошка араластырып жасаймын. Енді біз жылтырақ мантыны қалай жасаймыз? Сендерге қыс болып тұрған шығар, достар, иә? Жылтырақ мантыны біз бұлай жасаймыз. Қысқасы қазір мынаның бәрін түйеміз біз. Мен бір ғана мына қамырды қалдырып қойдым. Осы қамырдан бір жылтырақ манты жасаймыз. Яғни бұған мынандай бір уыс тұз саламын. Қызық болайын деп тұр, иә? Тұз кімге түседі екен, а? Маған емес, тұзымызды жуамыз. Жоқ, қазір түйген кезде шатасып кетеді, білмей қаламыз ғой. Жеген кезде де шатасып кетесің ғой. Тұз кімге түседі ше, ауыз ашиды ғой. Соған ше, мен ше 10 000 теңге беремін. Честно, шынымен беремін. Бірақ сендер ащы мантыны жеулерің керек, жылтырақ мантыны. Иә, егер кімге түссе, ол кімге түсетінін білмеймін, мүмкін Данаға түседі, мүмкін Аяға түседі, мүмкін Айзереге түседі, мен білмеймін. Кеттік ал. Давай. Бір уыс тұз салып жатырмын, достар, міне. Бір уыс тұз салып жатырмын. Мына тамағымыздың бәрін ашығып жемеймін, а? Жоқ. Міне, достар, бір уыс тұз салдым. Енді кеттік, түйеміз, қыздар. Түйіп бастаймыз. Ойбай, бізде далада жел болады. Қалай түйеді? Білмейсің ба, не? Көрсетші, Айзере. Айзере біледі. Екі бұрышын астымен Қарап тұр, Дана. Астымен төбесін үстіп бейт. Төбесімен. Жоқ, міне бейтесің. Тез түйеміз. Жылтырақ мантыны кім түйеді, жылтырақ мантыны? Өзім түйейін, я мен жылтырақ мантыны. Айқастырасын. Достар, мен алдым міне екі мантаварка манты түйіп қойдым. Бізде тағы екі мынандай листі, соны толтыруымыз керек. Бұның арасына кетеді жаңағы жылтырақ мантымыз. Оның қайсысы екен білмеймін, бірақ өзім де білмеймін. Майлап алайық мынаны. Жақсылап. Қыздар түйіп жатсыңдар ма? Дұрыстап түйіңдер. Ана жылтырақ мантыны өзім түйе салам. Қысқасы, достар, мынаның барлығын тез түйіп, орнына салып тастаймыз. Осылай. Жақсылап түйеміз. Міне, достар, өздеріңіздің көздеріңізше мен мына жылтырақ мантыны, яғни тұзды өзім түйемін, міне. Жақсылап түйейін. Бұл кімге түсетін білмеймін, бірақ. Кімге түсет деп ойлайсыңдар? Айзереге деп ойлайсың. Айзереге деп ойлайсың ба? Мияқша бар ма? Еріп кетпей ма? Еріп кетіп, жоқ болып кетпей ма ішінде? Негіз пакетке салу керек педі, иә? Пакет еріп кетпейді ғой? Пакеттің ішінде еріп кетеді, бірақ, иә? Көреміз, достар, не болса да көреміз. Бірінші істеп тұрмыз, көреміз. Кеттік, давайте түйеміз. Сенен түйіп берші. Мә, достар, қыз болайын деп тұр. Біздің районнан, бұл аймақтан біз жылтырақ мантыны таппадық. Достар, сіздер қай жақтан алып жатырсыздар? Енді ол жылтырақ мантыға боламын. Менің базарға барып келуіме тура келіп тұр, өйткені мыналар менің миым жеп жатыр. Жылтырақ манты деп. Сол үшін мен бүгін мен айттым сендерге, давайте мен сендерге күшті етіп өзім қолдан жылтырақ манты жасап беремін деп жасап жатырмын. Достар, міне мантының бәрін түйіп қойдық. Мына жаққа салып қойдық. Бірақ біз шатасып қалдық ше, жылтырақ мантымыз қайда кеткен? Қайсысы кеткен? Мен білмейміз. Піскен кезде кімнің аузына түседі? Ашы болып ауыздарың ашитын шығар, иә? Кімнің аузына түседі екен, бізге қызық. Кеттік, енді мантыны отқа қоямыз. Достар, біз мантыны қазанға салып қойдық, пісіп жатыр. Манты піскенге дейін мен сіздерге жалпы жылтырақ манты дегеніміз не? Сол туралы кішкене ақпарат бере кетейін, иә? Жылтырақ манты дегеніміз не? Ол кәдімгі манты. Тек қана оның жылт бетіне себілген кондурин
деп аталатын жылтырағы ғана хитке айналып кетті. Ол кондурин деген жылтырақ жеуге арналған, яғни съедобный деп айтады ғой, жеуге арналған жылтырақ. Соны бетіне сеуіп, әдемі эффект беріп, ASMR қылып жеген адамдар сол мантыны хитке айналдырып жіберген. Ал жалпы манты дегеніміз бұл Орта Азия мен Түрік елдеріне ортақ тағам. Онда 4-5 етіп жайылған жұқа қамырға қой немесе сиыр етін пиязбен араластырып салып пішінде түйеді. Кейде манты асқабақпен де болады. Манты туралы өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар, манты тағамы туралы. Жалпы осындай мәліметтер. Достар, біздің мантымыз дайын. Ал қыздар, ас болсын. Кеттік жейміз мантына. Енді көреміз кімге манты түсетінін, ащы манты түсетінін. Ала берсіңдер жол бақтарыңа қарай ғой. Ал бір-бірден тарелкаларыңа салып алыңдар. Дана? Ал тамақ асап берші Данаға. Ал ас болсын жей қойыңдар. Мен де жеп көрейін. Ал мен де өзіме салып алайын. Қызыл бұрыш, қара бұрыш. Ал ас болсын. Ас болсын қыздар, жей қойыңдар мантыларыңды. Рахмет, рахмет. Кеттік. Мә, достар, мен ойланып тұрмын кімге түседі. Маған түсіп қалмай ма екен? Ай, осы маған түседі ау. Маған түсіп қалды ау сол. Көрейін. Иә. Жесеңдер сен мантыларын көрейік кімге түсті. Айраны білә. Маған түспеген. Саған түспеді ма? Ал, ая жеп көр. Саған түсті ма көрейік. Енді Дана көрсін енді. Еті бар екен, я? Мә, достар, біз әлі жеп атық мантын. Жылтырақ мантымыз жоқ. Білмеймін, қайда кеткен. Сендерге түспеді ма? Жоқ жылтырақ мантымыз. Айдана саған түспеді ма? Точно қостық па өзі? Иә. Не қылды? Саған түсті ма? Мә, достар, жылтырақ манты Айзереге түсті. Ашшы ма кән? Әкеш, точно сол ма? Ашшы ма? Мә, міне, кола қыр. Мә, міне, достар, тұзы ермепті да ғой. Ішінде тұзы сол кей тұр ғой. Міне, қарасай. Тұзы ермеген да ғой. Ашшы ма? Мә, достар, жылтырақ манты Айзереге түсті. Мен қайда кетті қал, тұзы еріп жоқ болып кетті ма деп ойлап едім. Ана. Міне, ішінде тұзы сол кей тұр ғой. Ана. Аузға, бар еді, не қылды? Кола берші. Қатты ашшы ма екен? Қатты ашшы ма? Зато сен Айзере 10.000 теңге өтіп алдың ғой, білесің бе? Мен кімге жылтырақ манты шығады, соған 10.000 теңге бердім дегенім ғой. Мен Айзереге түседі деп айтқан едім ғой. Айзереге түседі деп ойладың ба сен? Мен ойлағам, мен саған түсетін шығар деп ойлағам. Ая, сен ше кімге түседі деп ойладың? Саған түскенде 10.000 теңге тола теңге. Жарайды, достар, бізде жылтырақ манты Айзереге түсті. Мен Айзереге 10.000 теңге берем. Айзере саған. Аузыңның ашығаны үшін. Достар, бізде осындай қызықты жылтырақ манты жасадық. Сіздер де жасап көріңіздер, қызық болады. Кімге түседі екен үйлеріңізде, я? Бізге ас болсын, ал сіздер біздерге лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.